Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте дәмді кек жасайтын боламыз. Видеоны көрместен бұрын каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Алдымен бізге жұмыртқа қажет. Бұл жерде мен 24 штук шығады. 24 штукқа 4 жұмыртқа қосамын, және қант, сүт, бөлме температурасында болу керек, еріген сары май. Осының барлығын венчикпен араластырып аламыз. Бұл жерде миксерді қатты қажет емес, егерде асықсаңыз әрине миксермен де болады. Одан кейін ұнымыздың үстіне разрыхитель қосып араластырып аламыз. Араластырғаннан кейін бірінші жасаған массамыздың үстіне ұнды салып, венчикпен тағы да араластырып аламыз. Екінші бөлігін саламыз оның, тағы да араластырамыз. Бізде қоймалжың масса шығады. Қатты қою, қатты сұйық емес. Бізде міне осындай масса шықты. Енді осыған кептірілген таза жуылған кешміс қосамыз. Оның орнына шоколадты қоссаңыздар да болады. Формалары менде осындай силиконовый болады. Осыған жартыдан етіп құйып шығамыз. 20-25 минутта 200-180 градуста пісіріп аламыз. 24 штук шығады осы рецептпен. Жасап көріңіздер. Сіздермен болған Айжан Ерболатқызы. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.